Бәріне сәлем достар. Бүгінгі тақырып белок. Өткенде углевод туралы айтқан кезде айтқам келесі тақырып белок болады деп. Соны айтып наконец белокқа да жеттім, біраз ортасы алыс болып кетті. Углевод туралы көрмегендер болса, мына жерден көре аласыздар. Негізі бүгінгі тақырыпты түсінсеңіздер, сіздер түсінесіздер. Протеин деген не екен? Ең көп қойылатын сұрақ. Сұрақтардың бірі протеин деген не? Оны ішуге бола ма, болмай ма, зиян ба, зиян емес па деген сұрақты сіздер протеин вообще басыңызда пайда болады не екен, аминокислоты туралы, не только протеин шығады, аминокислоты туралы түсінесіздер, ол не екен, БЦА деген не екен түсінесіздер. Соны басыңызда өзіңіз түсініп қалыптасқаннан кейін өзіңіз шеше аласыз, ол зиян ба, зиян емес па, керек па сізге, керек жоқ па, соның бәрін түсінесіздер. Мен просто қазір түсіндіремін не екен. Оның бәрі аминокислота, белок, БЦА да бәрі белок болып саналады. Енді белокты түсіну үшін бірінші аминокислот туралы айту керек. Мына жерде мен 20 аминокислот сөйлесек қойын. Домалақ салсам, негізі аминокислоттың түрі басқа. Оны интернеттен қарасаңыздар болады, или қазір мен есе тапсам, мына жерге қоямын картинкасын. Біреу, например, мынаның біреуін аламыз, тағы біреуін аламыз, тағы біреуін аламыз, тағы біреуін аламыз, тағы біреуін аламыз. Аминокислот, әртүрлі аминокислот мыналардың ішінен алып жатырмыз, иә? Осылай бәрі цепочка құралады. Сол кезде бұл белок болады. Осылай бір-бірінен құралған аминокислоттар бір-біріне жабысқан белок болады. Бұл может белок, например, гречканың ішіндегі белок болуы мүмкін. Гречкада, растительный крупаларда тоже белок бар ішінде. Бірақ олар неполный аминокислотный состав дейді. Толық емес. Или адамның гемоглобині бар ғой? Домалақ қызыл түйіршіктер қанда жүретін, кислород таскать етеді. Сол қызыл түйіршіктер, если қателеспесем, 500 аминокислоттан тұрады ғой деймін. 500 с чем-то, точно білмеймін қанша екен. Сонда ойлаңыз, осы 20 аминокислот комбинация кете береді. Например, осыдан қосыла береді. Мына аминокислот 2 рет, 3 рет, 4 рет, 10 рет қайталауы мүмкін, 20 рет қайталауы мүмкін бір аминокислот, бірақ ол басқа жерде, әртүрлі жерлерде. Сөйтіп, белковая структура үлкейе береді. Бір-біріне соединение қосыла береді. Сонымен бәрі қосылып, аяғында келген кезде, например, жаңағы қызыл түйіршік пайда болады, қанда жүретін біткен, ішінде қуысы бар біткен. Гемоглобин 500 аминокислот ішінде құрастырылып, бір-біріне қосылып, кирпичик болып, мынау уже белковая структура әртүрлі 500. Или, например, бұл енді адам ағзасында бәр нәрсе осы аминокислоттардан құралған. Каждый клетка адам денесіндегі аминокислоттан состоит. Гормондар адамда ішіндегі бізде гормондар, тестостерон, оның бәрі аминокислоттың цепочкалар құралып, аминокислоттан состоит. Тағы неме бар. Түсініңіздер. Короче, бәрі аминокислот. Жұмсақ адамның денесіндегі бәрі. Например, углевод түсіндіргендегідей түсіндірейін. Мына жерде ішек дейге. Мына жерде, например, қан тамыры жатыр дейік. Қан тамырлар жатыр. Например, сіз тамақ жедіңіз, ет жедіңіз. Ет түсті, ол үлкен такой структура, белок дейік, еттің белогы. Ішінде жаңағы аминокислоттардан құралған көп, домалақ. Содан ферменттер бөлінеді, поджелудкадан, немеден, потом олар соны расщепляет наларды. Белокты расщепляет. Бұл белок күйінде, осы күйінде қан тамырға түсе алмайды. Ішектің жерінде волоски деген болады, нандай. Ол айтып ке жоқ, ол волоскалардың басқа тема вообще. Одан өтіп, кете алмайды, ол үлкен слишком. Соны енді осы белок усваиваться ету үшін, қанға түсу үшін ферменттер бөлінеді мына жақтан. Бұны расщеплять етеді, каждый аминокислотын жеке-жеке алып шығады былай. Сахар түсіндірген кезде болды ғой, сол сияқты ғой. Моносахариды деген бөлінді. Мынаны расщеплять етіп жүреді, ана уже белок емес, каждый кирпичиктерін отдельно алып тастайды, сонда аминокислот болып түседі. Қалады каждый жеке-жеке бөліп тастайды. Мынау уже шашырап бөлініп кетті бәрі аминокислотқа.
И сол мына бір аминокислоттан уже өте алады қанға. Бір аминокислоттан қанға түседі, қанда уже ол аминокислот болып жүреді. Мынандай белок күйінде үлкен болып жүрмейді ол ешқашан. Төс алып бірінші ары қарай печеньге барады, ары қарай печень ары қарай уже шешіледі. Ол қайда барады? Мышцаға, если качество айтсаңыз, там мышцаға бара ма, қайда барады? Енді мышечный клетканы алайық. Мышечный клетка дейік, мынау, например, олар ұзын болады негізі. Сосын ядросы там бір жерінде бар. Короче, он аминокислоттан состоит. Скажем, ішіндегі аминокислоттар, например, құрап жатыр. Скажем, там 500 аминокислот, то же самое, например. И бір аминокислот жетіспесе, там уже мынау дұрыс жұмыс істемейтін клетка. Бұндай мышцы керегі жоқ организмге, дұрыс жұмыс істемейтін мышцы. Оны қайтадан ферменттер бөліп, оны қайтадан жібере салады, оны шашып салады. Лучше мына ішіндегі аминокислоттар бәрібір дұрыс жұмыс істемейтін клетка болса, лучше мына аминокислоттарды алып қайынға жіберіп, лучше керек жерге жібереді организм. Өзіне керек жерге. Сондықтан бұл теманы неге қосқадым, бір аминокислот жетіспесе, потому что бізге важно мышцы өсіру үшін, вообще адамға не только мышцы, бүкіл немесі дұрыс белков жұмыс істеу үшін бүкіл 20 аминокислот дұрыс түсу керек. То есть нам бәрі ет жеу керек біз. Ет дегенде балық, например, ет, балық, грудка, творог, жұмыртқа, сондай нәрселердің бәрінде животного происхождения дейді ғой, соларда бүкіл осы 20 аминокислот болады осы солардың белогында. Ет дедім ғой, еттің ішінде бүкіл осы 20 аминокислот, 20 ғана болмайды, осы 20-дан ол, например, 10 рет кездесу мүмкін, 20 рет кездесу мүмкін бір аминокислот ішінде. Сон әйтеуір осылардың 20-сы бәрі толық болады, аминокислотный состав толық деп айтады соларды. А если, например, вегетарианецтер бар, өздерінше стараются, там, не знаю, немеден алуға гречка, там, чечевица жеп, чечевицада, гречкада белок бар тоже. Бірақ олар бұл полный аминокислотный состав болмайды. 20-ның жартысы болмауы мүмкін. Ішіндегі 10 ғана болуы мүмкін. 10-нан қосылған аминокислоттар, немеде. Растительный белоктар всегда 20 аминокислот ішінде толық болмайды. Жартысы ғана болады. Сондықтан растительный алған кезде бізде, если енді тәпсім вегетарианец болса, олар санау керек. Именно білу керек, например, гречканың ішінде қандай аминокислоттар бар, осының ішінде налар бар, налар жоқ, например. Енді олар басқа растительный, басқа өсімдіктердің немесін таңдау керек, чечевица, тағы да бірдеңке, например. Мынада жоқ аминокислоттар, анда басқа жегендерінде болу керек, сонда общий толық состав жинау керек. Ну зачем так заморачиваться, Лучше ет же, болды. Бүкіл 20 аминокислот толығымен түседі. Енді түсіндік қой белок деген не екен, аминокислоттар осы қосылады бәрі, үлкен бір структура құрайды. Сол белок болады. Белокты шашып жіберсең, аминокислот болды. А бізде магазинде сатылатын, например, протеиндер, ол сывороточный протеин, көбінесе сывороточный. Ол творогтікі сывороточный, получается, как творог сияқты мен өзім түсінігімде, сывороточный, молочный продукт ол. Сондықтан оның ішінде тоже 20 аминокислот бәрі бар. Бірақ ол осы белок күйінде жүреді. Осылай үлкен белок күйінде. Ол түсті, оны кішкене организм қорыту керек. Кәдімгі whey протеин. Ол ешқандай бір супер неме емес. Там жеп алдым, оны там мышцаны өсіп кетті деген. Ет жедің, творог жедің, 100 грамм творог жедіңе бір қасық сывороточный протеин ішіне разницасы бірдей болады. 100 грамм творог күнде жеп жүрсең, сен мышц былай өсіп кетпейсің, сондан бір чудо күтіп керек жоқ негізі. То же самое творогтағы сияқты ішінен белок аласың. Оны да расщепляет, сол аминокислоттар болып түседі организмге. Просто енді көп тамақ жей алмайтындарға жақсы кішкене қосады протеин. Ал аминокислоты, аминокислоты түсініңіздер, осы аминокислоттар бір немесінде бүкіл осы 20 аминокислоттардың бәрі болады. Бірақ оларды организмнан, например, ет түсті, ет организмде көп қорытылады,
5 сағат асқазанда жатады, одан түседі, оны расщепляет, мына жерге ферменттермен, мынаның бәріне уақыт кетеді, организм энергия жұмсайды, оның бәрін аминокислотқа бөлу үшін каждый, не? Ал біз аминокислот капсулада или андай ішетін аминокислоттар, олар уже расщепленный аминокислот, оған фермент керегі жоқ расщеплять ету үшін. Ол уже түсті, сразу осындай аминокислот күйінде түседі. Түсіндіңіздер, ол жеке аминокислоттар жай. Түсті қанға, олар 15 минуттың ішінде қанға түседі. Оларды өйткені қорытып керегі жоқ, белок күйінде алып, оны каждый аминокислот жеке-жеке бөліп керегі жоқ. Общий түсті аминокислот болса, домақ болып, например, жүр, сразу ішектен өтті, қанға түсті, 15 минуттың ішінде қанда болады уже аминокислоттар. Толық аминокислот 20. Аминокислот деген сол. В принципе, қарасаң, белок пен протеин мен аминокислоттың разницасы көп емес, просто аминокислот сразу тез усваивается. Белок кішкене организм расщеплять етеді, кішкене ұсағырақ. Протеинді, то есть. Протеин, белок, ет почти бәрі одно и то же. Так что не заморачивайтесь. Енді БЦА деген. Осы 20 аминокислоттың ішінде 8-і незаменимый аминокислот дейді. Незаменимый деген ол орны толмайтын деп айтайын ба, қалай айтсам болады қазақша. Орны толмайды, өйткені олар белок печень дейді ғой. Бауырда организм жаңағы осы аминокислоттар, например, мына клеткаларды бөліп жіберді ғой организм. Солар түсті, или тағы да углевод, тағы да басқа нәрселер, неше түрлі нәрселердің қалдықтары болады организмде. Солардан печень қайтадан белок жасап шығарады, аминокислот жасап шығарады. Осындай аминокислоттарды қанға кәдімгідей түсіріп жіберіп отырады. Өзі құрастырып ішінен бар нәрселерден, анадан қалған клеткалар разрушилось болса, сол клеткалар келді, солардан құрап шығарды. Сөйтіп печень әйтеуір неше түрлі істейді. Енді незаменимый аминокислот деген, осы 8 аминокислот, печень соларды шығара алмайды. Осылай құрастырып, іштеңке істеп шығарып нете алмайды. То есть оны синтезирует дейді ғой, синтезирует етпейді организмде 8 аминокислот. Олар только тамақпен ғана түсу керек. А БЦА деген осы 8 аминокислоттың бәрі емес, үшеуі ғана ғой. Лицин, валин, изолицин деген 3 аминокислоты бар. Организм синтезировать ете алмайтын. Сол 3 аминокислот қосылып, БЦА болады. 3 аминокислотты бірге қосып, БЦА деп сатады. Ішінде сол 3 аминокислот состав и все. Соған қарағанда, например, мен өзім аминокислот, если қабылдасам, общий 20 аминокислотты қабылдар едім. Чем бір үшеуін ғана, ішінде үшеуі де бар ғой. Ет жейсің, тоже самый вид, лицин, валин. Олар жұмыртқаның ішінде көп. Жұмыртқа, кстати, на жерде еттікінен қарағанда ең жылдам расщепляется, биодоступностьті көп. Сондықтан біз бұл жұмыртқаны жақсы көреміз. Жақсы көрмесек те жейміз. Все, БЦА деген 3 аминокислота, которые печень синтезировать ете алмайды оны. И ол только тамақпен түсу керек. Етпен, творогпен, жұмыртқамен, сондай әсермен. Или общий аминокислотты алсаңыз, комплекс, например, оның ішінде общий 20 аминокислот бар. 20 аминокислоттың ішінде сол лицин, валин, изолицин да болады, БЦА, то есть, и барлығы болады, 20 аминокислот. Или просто протеин ішсеңіз. Ішінде бүкіл аминокислотасы бар, БЦА-сы бар, и тағы да там аминокислоттардың бәрі бар, керек нәрсе. Сондықтан мен негізі өзім БЦА-ны қабылдамайтын адамдардың санатынан БЦА-ны ішпеймін деді. Енді түсіндіңіздер деп ойлаймын, белоктың не екенін, аминокислот не екенін, БЦА-ның не екенін. Енді сіздер зиян ба деп сұраған кезде қараңыздар. Бүкіл организм сол аминокислоттармен жұмыс істейді. Бұл жерде ешқандай зиян болуы мүмкін емес. Сіздер есе бірдеңкені түсінбей қалсаңыздар, астына жазыңыздар комментарияға. Сол туралы бір видео жасап жібереміз.